Мен негізі мамандығым шаштараз. Мен негізі сол 7-8 офер жазғам өзімнеме. Давай айтшы неге шаштараз. Енді давай, немене, мамаларың кім? Мамаларым ер адамдар, жігіттер. Жаңағы детскийден басталып, в общем, 50-60 жасқа дейін кете береді. Сол аралықта. Мамалар, тире, мамалары кім? Ер адамдар ғой сол. Тире. Ер адамдардың барлығы. Возраст сол 7-8 жастан басталады да 60 жасқа дейін кете береді. 7-8 жастан 60 жасқа дейінгі ер адамдар. Ер адамдар. Давай, ерекшелігі қандай? Ерекшелігі бізде мысалы жаңағыдай услуга бізде ең бастысы несі, соған услугаға назар аудардым мен мысалы. Жоқ, адамның ерекшелігі қандай? Сабаққа сендер тыңдайсыңдар, естімейсіңдер да? Ерекшелігі қандай мысалы? Кеше кімдер айтты ғой мысалы да? Мамалар қалай бөлінеді? Екі түрлі офер жібердім, мысалы бағасына байланысты екі түрлі. Офер, причем офер, как бы, оферға дейін әлі, айға дейін сен офер. Сен офер шатыры, сен фундамент қалаған жоқсың әлі. Причем офер, адамдардың ерекшелігін алу керек. Мысалы, кеше құрылыс компаниясы, мысалы, люстра сатқан кезде, мамалар үшке бөлінеді ғой. Кім болады құрылыс? Үндемей отырыңдар, өтініш. Мамалар жаңа дизайнер, строитель, сосын жаңағы. Сол сияқты әртүрлі болып бөлінеді, солай ғой, әрқайсының ерекшелігі бар, әрқайсының ерекшелігіне байланысты офер жасайсың, солай емес пе? Өзің көз алдың елестет енді еткен кезде, сенің 7-8 жастағы адамдар, мысалы, ерекшелігі қандай, сенің қызмет көрсетуіңе байланысты болады ол. Сенің затыңа байланысты. Сенің көрсетіп қызметіңе байланысты ерекшелігі әртүрлі. Ерекшелігі мысалы жаңа жас балдарға мен жаңағы узор сондайларды предлагать еттім да, мысалы. Сосын отец плюс сын деген нені предлагать еттім. Парикмахерскийдің ең қымбат парикмахерская қанша тұрады? Қымбат шаш алып ер адамға? 7 мың, 10 мың. Одан да 12-15 мыңға дейін бар. 15 мыңға дейін баратын жерлер бар. Сенікі қанша тұрады? Менікі 2 мың теңге. 2 мың мен 10 мың арасында парық бар ма? Бар. Парық бар ғой? Енді сен оған байланысты 10 мыңға шаш алдыратындардың ерекшеліктері қандай? Енді олар понт қой основном, услуга. Оның ерекшелігі қандай? Оның ерекшелігі мысалы, ішкен жаңағы бәрі приятно болу керек та оларға салонға кірген кезде. Жаңағы кофе, шайын ұсынып, қымбат косметика. Да, ол қақшасы бар, бай адам, көрінген нәрсені қабылдай бермейді. Құтын ғой да, өзінің несі бар, өзі сондай жерге, сондай 5 жұлдызды қонақ үйге, 5 жұлдызды ресторандарда тамақ ішіп үйреніп қалған адам. Ерекшелігі сен ана көріп сендер, мен құдалық жайында үнемі аналогия жасайын ғой. Ерекшелік қандай дегенде, оның нағашы апасы министерствода жұмыс істеген. Сөйтіп айтады ғой келіне, тура соған аналогия келтіріңдерші. Кез келген нәрсені түсіндіргенде аналогия, то есть соған неткен кезде адам түсінеді. Сендер сабақ неткен кезде махаббатпен қарау керек та. Мен айтамын, оферің бар болса, бизнесің бар, оферің жоқ болса, бизнесің жоқ. Сондықтан сенде бизнес болу үшін ананы прям жаман тәніңмен мен аналогия жасап жатқан кезде еске алу нету керексің да. Ерекшелік ол фундамент. Да, іргетасын қаладық. Давай, ерекшелігін айт сенің адамдарды. Ерекшелік сол қандай қызметті жасайды, жағдайына қарай, қалтасына қарай. Жоқ, сен адамдарың, оны қайтесің философияны. Сенің мамаларың ерекшелігі қандай? Ер кісілер жаңағы орта бағадағы қызметті іздейтін. Үйренген, оларға арзан маңызды да? Қатты арзан емес, қатты қымбат емес бізде. Одан да арзан бар ғой сенікінен гөрі арзан да? Одан да арзан бар. Қалтасында ақшасы бар, бірақ ол өте қымбат жерге де бармайды, ақшасын үнемдейді. Қымбат емес, қатты арзан. Арзан жерге де бармайды, кішкене өзін сыйлайды. Өзін қатты түсірмейді да, орта жағдайда. Өзін түсірмейді. Вот, енді түсіндің ба? Енді көз алдың елестет сол адамды. Сол адамды елестет да. Баласында мысалы, ақшасы жоқ адам баласын апарады да, ең баланың прическасы қанша? Ең арзаны. 500 теңге дей ме? 600 теңге. 500-ден алатын жерде басылады. 500 теңге бар да, ақшасы жоқ адам айтады, ең қандай? Мен 500 теңгеге подвалда ма, немене айтып, соған алдыра сал дейді. Базарларда. Еркектің де прическасы 600-700 теңге алдыруға болады да? Иә, бар. 600-700 теңге. Бірақ 600 теңге тұрған кезде 2000 теңгеге кім барады? Ақшасы бар адам, өзін өзі құрметтейтін адам. Түсіндің ба? Енді сол адам көз алдың елестейсіз. Ақшасын үнемдейтін, бірақ өте арзан жерге бармайды. Өзін құрметтейтін, бірақ өте қымбат жерге де бармайды. Қымбат жерге бармайды. Қымбат жер. Понтты анша жақсы көрмейді. Ол жақсы көрмейді. Осылай адам. Түсіндің ме? Және осылай адамдар, және сол балалардың ата-анасы. Баланың шашын жақсы жерге қиғызым деген. Понт жақсы көреді негізі, бірақ карман жібермейді да кішкене олардың. Ерекшелігін жаздық, енді қажеттілігі. Қажеттілігі сол жақсы сапалы стрижка керек, шаш қиынсы керек оларға. Сол қалтасы көтеретіндей,
Сосын жаңа көбінесе детскийде мен узорлармен детскийде сондай қажеттілігін жаз. Не үшін қажет? Не үшін шаш алдырады? Бірінші қажеттілігі жаңағы парикмахерский не үшін десең, біреу айтады, қажеттілігі десең шашын алдыру керек, да? Жоқ, олай емес қой, шаш. Не ол? Әдемі болып жүрсін, жинақы. Әдемі прическа, да? Әдемі прическа жасау, әдемі шаш үлгісін. Одан кейін шашын бояту үшін келеді. Әдемі, сапалы жасап, сол арқылы өзін өзі жақсы сезіну. Солай ғой, да? Так, таңдау критерийі. Сен атың кім? Бауыржан. Бауыржан, тура осылай жасаған жоқсың, шындығыңды айтшы. Жоқ, неге қарап жасадым? Тура осылай жасадың ба? Енді тура осылай емес, бірақ сол кезде неге қарап жасадым ғой, қажеттіліктерін. Жоқ, тура өстіп жасап жасаған жоқсың ғой осындай. Жоқ, олай емес. Жасаған жоқсың. Мәселе сонда. Бәрің Бауыржан сияқты жасадыңдар, келісесіздер ме? Кім мына мен айтқан сияқты осы прям осындай технологиямен жасады? Көріп отырсыздар, бір-екі адам, қалғандар жасамаған. Таңдау критерийі қандай? Сол бізде сервис, баға сол. Қалай таңдайды? Сенікі қандай? Бірінші деп таңдау критерийі. Бірінші қалай таңдайды? Бірінші критерий сол сапалы жаңа прическа, стрижкаға соған келеді. Давай, отыр. Барда, отыр да, мен кешегі сабақты қайтадан көр, да, бүгін ертең отырып көр, егер содан бірдеңке айта алсаң, соны көрді мына жасай алсаң, сен осы жерде жүруге хақың бар, болмаса сен мына жерге жүруге хақың жоқ, жалқаусың. Тупой емессің, жалқаусың сен. Қараған жоқсың ана сабақты кешсең. Әрбір жалқау адам қайратсыз қорқақ тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз қорқақтан сұрамшақ, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ адам шығады. Сен сондай адамсың. Сен тупой емессің, өйткені мынау өте біз қарапайым тілмен түсіндірдік. Давай. Шық. Кім ұлан, айналайын. Тура осылай жұмыс істеу керек та, бұл Спарта. Бұл Алаш оғландары да. Бұл езіп, мұжып отыратын немен емес та. Шындығында да осы оққа мен түсінгенім, бізде фундамент салмай, үйдің шатырын құрып, сөйтіп қыртып жүрміз, сондықтан бірі келіп жатыр. Одан кейін жалқау адамдар жинап алғанбыз. Оны жалқау болатын болсаң, бағанағы 8 қасиеттің бәрі бойында, ондай болса, жерде жүруге вообще хақың жоқ, есік ашуға хақың жоқ. Өзің ақылсыз, арсыз, надан, қайратсыз, мақтаншақ, қорқақ, өнерсіз, ешкімге достығың жоқ адам болсын, на чертов жерде жүрсің. Давай. Мен салам қызмет, интернет-маркет болып. Да, интернет, вот вообще сен қазір сықылдап. Менен алуы мүмкін адамдар, олар таңдау тұлғалар, менен бизнестен нөлден бастап жатқан адамдар. Сосын бизнесі бар, бірақ көтере алмай жатқан адамдар. Да, дұрыс айтады. Давай. А деп қойшы цифрлармен. Бизнесін нөлден бастап жатқан адамдар. Б бизнесі бар, бірақ динозаврлар да. Б бизнесі бар, бірақ бизнесінде офер жазылмаған, бизнесін жабай жүргізіп жатқан маркетингтен хабары жоқ адамдар. Окей? Давай, ерекшелігі кеттік, ерекшелігі. Нөлден бастап жатқан ерекшелігі оларға тез уақыт арасында клиент әкеп беру керек. Ақшасы жоқ. Ақшасы жоқ. Бастапқыда тегін істеп беріп, өз нәтижені көрсету керек. Молодец, да. Б. Екінші, бизнесі бар адамдарға қысқа уақыт ішінде клиентін 2 есе көтеру керек. Көтеру керек, жаңа ақшасы бар. Ақшасы бар. Мысалы, оған сайт жасау керек болса, сайт. Ақшасы бар, бірақ клиент 2 есе көтеру керек. Мысалы, енді неменеге, анаша сенімділігі жоқ да? Сенімділігі жоқ. Сразу болуы мүмкін, оның сайт болуы мүмкін. Қажеттілігі. Қажеттілігі. Нөлден бастаған адамдарға ең басында олар екеуінде маңыздысы клиенттер. Біреуінде клиенттер қарапайым адамдар болуы мүмкін, таңдау бойынша. Мысалы, шаштар азына нөлмен, ал екінші бизнесі бар адамдарға. Басық. Мен саспандар бұл жерде да неменеге. Бұл немен емес қой, қазір сені қуып шығады, анамау деген сөз емес та, саспандар. Кімнің атың кім сен? Абылайханның, мен көріп отырмын, табысың жоқ, немен екенін да, киімінен бәрінен көріп отырмын. Бірақ мәселе ода емес та, мәселе адамның талабында. Жалқаулық жоқ, адамның ниетінде да болам деген. Білімің қандай? 4 курс универде. Оқып жатсың ба? Енді хоть 8 класс бітірсе де маған айырмасы жоқ. Сенде табандылық жоқ. Мынадан кімнің айырмасың, сен екеуінің айырмашылығы. Кімде табандылық бар, жақсы өмірге деген махаббат бар, айтып отырған бәрі көңілге қонымды ғой. Реально, адамның айналысқаны көрініп отыр да, отырып айналысқаны көрініп отыр. Таңдау критерий, давай. Немене қажеттілігің, давай. Екеуіне де клиент керек. Екеуіне де бірдей. Бірінші нөлден әкелген клиентке белгілі көп клиент келсе, ол үлгермей қалады. Сондықтан бір белгілі мөлшерде ғана клиент әкелу керек. Қажеттілігі сапалы лид керек да. Сапалы лид деген сөз әшейін қызыққан адам емес, емен алғысы келген адам керек.
тез арада оған сапалы немене керек. Таңдау критикасына нөлден бастағандарға Таңдау критерий. Нөлден бастаған адамдарға бірінші бағасы маңызды болады ол. Ол таңдау критерий, оны кімді таңдайды? Сені қалай таңдайды? Сен сияқты тағы да 5-6 немен отыр, сені қалай таңдайды? Нөлден бастағандарға бағасы маңызды болады. Ең арзан болғанда және сапалы істеп беретін адам таңдайды. Ал бизнесі бар адамдарға олар сервис маңызды. Сайтымыз дұрыс әрленген ба, бұрын қандай жетістікке жеткеніміз соған бәріне қарайтын адам болады. Жақсы. Енді оферін жаздың ба осынан кейін жақсы? Офер жазбадым негізі. Аламанда жүрген адамдармен жұмыс істеп жүріп істегеннен кейін. Жақсы. Ну, в принципе, как ризамын да. Шабандоздарға айтатыным мен да. Мен ана сабақтың басында түгел осын қалай көрсетіп бердім. Бірақ жаңа Бауыржан бірден шатырдан бастап салып жатыр. Мына азамат, атын кім? Абылайхан. Вот атына заты сай, ол іргетасынан көрсеткен бойын технологиясымен жасап жатыр. Технологиясымен жасасаңдар кез келген нәрсе дұрыс шығады. Бәрі қарапайым. Мысалы, мен өмірден талай рет мысал келтіргем шабандоздарға. Мен өмір тамақ пісірмаған адаммын. Мен Моңғолия жүрген кезде бір рет маған қуырдақ пісіру керек болды. Бір рет ет асу керек болды. Былай қарағанда ойлаймыз, етті қазанға суға сала саламыз деп. Ал оны қамырын, сарымсағын дұрыстап тұрып жасау, дұрыстап қатты болмай пісіруға оказывается кәдімгідей технологиясы білу керек екен. Мен просто жазып алдым да, қалай басынан бастап жазу керек екен жұбайымнан. Тура сол бойынша жасадым. Сонда маған келген қонақтар айтты, мә, тамақты керемет пісірасың ғой сен, бізде сөз бар, қатын басшы екенсің ғой сен, подкаблюшник екенсің ғой деп. Сендіре алмай қойдым мен әгілерге. Әгіге қарап жасағанымды. Соң екінші рет, тағы бір рет мен қуырдақ жасадым. Қуырдақ керемет дәмді болғанда вообще олар айтты. Мүмкін емес дейді сен өмір бойы тамақ пісіріп жүрген адамсың сен үйде. Өмір бойы емес енді міндетті түрде 100 рет, 200 рет қуырдақ пісірғансың. Бірінші рет пісірген адам бүйтіп пісіре алмайды. Біздің әйеліміз былай пісіре алмайды дейді. Мен просто немеден алдым. Екінші жол просто интернетке көрдім да, гуляш қуырдақ қалай жасау керек деп жазылып тұр. Мен ертең палау пісіргім келсе, мен 100%, 10 жыл палау пісіріп жүрген адамдық мен бірдей пісіре аламын. Өмірі палау пісіріп көргем жоқ. Бірақ әйелдердің 99% әйелдердің жасаған палауы палау емес. Ол күріш ботқа. Сендер қазір барып пісірасыңдар ғой, ешқайсыларың палау жасай алмайсыңдар. Күріш ботқа ол. Настоящий өзбекский палау, ана прям күріші бөлініп тұратын нақыл палауды пісіре алмайсыңдар. Неге? Технология қарамайсыңдар. Ал мен өмірі палау пісірмеген адам, мен наспор қазір пісірайын деп қойып қоямын да, как қалай пісіру керек, күріш қанша алу керек, суын қанша құю керек, қанша қыздыру керек, қандай температура болу керек, тура солай жасаймын, супер палау шығады бірден. Тура сол сияқты. Мына оферді мен айтқан технологиямен түгел жасаңдар, мынандай офер шығады. Жақсы, давай.